Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай зефиркаға, тек қана зефиркаға емес, барлық сумкаға арналған осындай ручка тоқуды үйретемін. Ол үшін біз 21 воздушная петля тоқимыз. Біріншісіне емес, екіншісіне столбик без накида тоқып шығамыз. Бізде 20 столбик без накида шығу керек. Келесі қатарға өту үшін воздушная петля тоқимыз. Артық жіпті петлялардың ортасына тығып тастаймыз, жоғары көтеріп. Тоқымамызды бұрамыз. Енді біз петляның артқы жағындағы қабырғасын іліп алып, тура солай столбик без накида тоқып шығамыз. Соңына дейін артқы жағын іліп аласыздар. 20 столбик без накида тоқылу керек. Бітірдім. Ең соңғы петляны тоқимын. Тоқымамызды бұрамыз, воздушная петляны тоқуды ұмытпаймыз. Енді алдыңғы қабырғасын іліп алып, столбик без накида тоқисыздар. Енді екі жағын бір-біріне қосып шығамыз. Ол үшін мынаның ортасынан бір қабырғасын іліп алып, келесінің екі қабырғасын бірдей іліп алып, столбик без накида тоқып шығасыздар. Екіншісі, үшіншісі, дәл осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мінекей біздің ручкамыз дайын. Жіпті кесеміз. Және де мына шығып тұрған жіпті шығарып алып, ортасына кіргізіп тастаймыз. Мінекей біздің әдемі ручкамыз дайын. Енді мына кольца карабиннің екі жағынан ілеміз. Енді бұны сумкамызға ілеміз. Мінекей біздің ручкамыз дайын. Ал мына сумка зефиркаға мастер-класс каналымда бар. Төменде сілтеме тастап кетемін. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін.